Терезенің сыртындағы ұшып бара жатқан мамыққа қарап, Райса әже ойланып тұрды. Осы кезде оның артында, «Құрбым, мен саған қонаққа келгенімді ұмытып кеттің бе?» Райса бұрылып сәл күлімдеді. «Кешір, мен ойланып кетіппін. Мен немеремді ойлап тұрмын. Ересек жігіт болса да уайымдай беремін». Құрбысы үшінші қабаттағы көршісі болды. «Оны неге уайымдайсың? Тап-дардай 30-дағы жігіт, оған күтуші қажет емес. Сен оның барлық мәселелерін шешкің келеді ме? Онсыз да ол бірдеңе керек болса, ылғи саған жүгіреді. Кішкентай бала емес, мәселелерін өзі шешіп үйренсін. Ол әлемдегі ата-анасынан айырылған жалғыз адам емес қой». Көршісі Райса үшін жағымсыз әңгіме қозғады. «Сен ол маған бөтен адам сияқты айтып жатырсың. Ол менің қызымның баласы ғой. Сен оған құрмет көрсет. Әйтпесе менің көңілімді қалдырасың». Райса бос шыны аяқты одан алыстатты. «Болды, шай ішуді доғарайық. Қазір әйтпесе екеуміз келіспей қаламыз. Сен ылғи осылай менің көңіл күйімді бұзуды ғана білесің. Сенің күйеуің де сондықтан үйден қашып гаражында жүреді». Екеуі осылай аздап ренжісіп қалды. Сондықтан бірнеше күн сөйлеспеді. Райса оны шығарып салған соң, өзі қайтадан терезенің жанына келіп отырды. Кішкентай кезінде оған қалай қарағанын есіне алды. Бірақ оның туған немересі емес екенін де ұмытпады. Шындығында Беклан қызының күйеуі Пазылдың баласы. Қызы болашақ күйеуімен алғаш танысқанда Беклан 3 жаста еді. Содан соң екеуі үйленді. Райса әже де Бекланға бауыр басып қалды. Қызы да өз балаларының болғанын қалады. Бірақ бала көтере алмады. Бекланды ол өз баласындай көріп, жақсы көріп кетті. Райса әже жиен немересі үшін алаңдады. Өйткені ата-анасы қайтыс болғаннан кейін ол ішімдікке әуес бола бастады. Олар тірі болғанда да кейде аздап ішетін, бірақ қатты шектен шықпайтын. Енді ол қатты өзгеріп кетті. Жұмысын да жиі ауыстыратын болды. Бір жерде 2 айдан артық тұрақты істей алмайды. Әр жұмысқа кірген сайын ол осы ең лайықты жұмыс, бұрынғы жұмыс орнының жалақысы тым аз болды дейтін. Тек әжесі ғана немересінің өмірі құрдымға кетіп бара жатқанын түсінді. Егер оған қазір көмектеспесе, онда ол жақын арада қаңғыбастардың қатарына қосылады. Сондықтан ол сол күні оның үйіне өзі барды. Беклан есікті ашқанда пәтерден жағымсыз иіс шығып тұрды. Райса әже оның ас үйіне кіргенде шошып кетті. «Беклан, мұнда не болған өзі? Мынау үй емес қора ғой. Үйді тез тазала, әйтпесе өзім сені қолға аламын». Жұмыс істеуге құлықсыз болса да, Беклан босап қалған тамақтың қораптарын, бұзылған тамақ қалдықтарын пакеттерге сала бастады. Райса әже шыдап тұра алмады. Ол да үйді тазалауға кірісіп кетті. Бірнеше сағат ішінде олар ас үйді тазалап болды. Немересі қоқыстарды қоқыс жәшігіне апарып тастады. Содан соң үйге келіп, шәйнектің шүмегінен су іше бастады. Әжесі артық сөз айтып қалмау үшін өзін әрең ұстады. «Менің жасым 80-ге жақындаса да, мен әрқашан үйді таза ұстауға тырысамын. Үйілген қоқыс түгіл, сен менің пәтерімнен тіпті шаң да таба алмайсың. Мен сіздің бүгін келетініңізді қайдан білейін? Сіздің сүйікті немереңіз пәтерін тазалап үлгеруі үшін маған бірінші қоңырау шалу керек еді. Мен үшін енді алаңдамасаңыз да болады. Мен сіздің туған немереңіз емес екенмін ғой. Әкем маған қайтыс боларынан бұрын айтқан. Мен сізге бөтен адаммын. Бұл пәтердің де сізге қатысы жоқ. Не істесем де өзім білемін». Райса әже естігісі келмейтін нәрсені естіді. Әжесі жиен немересінің пәтерінен көңілі түсіп шықты. Ол енді оның жақын адамы емес сияқты. Оны сөгіп айыптай алмады. «Беклан, мен сенің туғаның емеспін» деп кеудесін керіп айтып отыр. Оны айтпай-ақ қоюына да болар еді ғой. Жоқ, мінезін көрсетуді шешіпті. Есік алдына шыққан соң Райса әже дымқыл көзін сүртті.
Немересін қанша аяса да, бірақ ол ештеңе істей алмады. Құрметті тыңдарман, менің видеоларымды 74% адамдар каналға тіркелмей көреді екен. Өтінемін, еңбегімді бағалаңыз. Каналға тіркеліп, әңгімені соңына дейін тыңдаңыздар. Тілі жоғалған ұлттың өзі де жоғалады. Қазақша каналдардың көбеюіне өз үлесіңізді қосыңыз. Үйіне оралған соң әже шкафтан ескі фотоальбомын алып шықты. Өткенді есіне түсіру үшін оған 5 минут жеткілікті болды. Бірнеше фотосуреттерді қарап шыққаннан кейін ол альбомды қайтадан орнына қойды. Қалай болғанда да қызы мен оның күйеу баласының өмірден өте ерте өткендері өкінішті болды. Олардың ұлдары өмірін жаман әдеттерге арнап жүр. Бірақ не дегенмен де ол ересек жігіт. Қалай өмір сүретінін өзі шешуге құқылы. Сол күннен кейін арада 2 айдан астам уақыт өтті. Беклан байланысқа шықпады. Телефонмен сөйлескенде де ұзақ сөйлеспеді. Нәтижесінде енді Райса әже оның өміріне араласпауға шешім қабылдады. Егер оған көмек қажет болмаса, онда өз күнін өзі көрсін деп ойлады. Арада тағы 1 ай өтті. Енді немересі тіпті қоңырауға жауап беруді мүлдем тоқтатты. Оны іздеп барғысы келді. Бірақ соңғы рет оны қандай күйде көргенін есіне түсіріп, бұл ойыннан бас тартты. Олардың ауласына апта сайын ауылдан 1 әйел келіп, сүт пен қаймақ әкеліп сататын. Райса әже де кейде одан сүт қаймақ сатып алады. Қалың қалай қызым? Сен бүгін дәл уақытында келдің ғой. Маған қаймақ керек еді. Дүкеннен алғым келмейді. Сен ол жерде қандай қаймақ сататынын білесің ғой. Әйел жауап ретінде күлімсіреп, сәлеметсіз бе әже? Деп әйел оның қолындағы бос құтыны алып, қою қаймақтан құйып берді. Ас болсын. Әрине, таза қолдың қаймағы дәмді болады. Айтпақшы, мен сіздің немереңізді жақында көрдім. Ол енді біздің ауылда тұрады. Райса әже қолындағы қаймақ салынған құтысын түсіріп ала жаздады. Құдай куә, мен оны тура жолға салғым келген сайын, ол кері кетіп бара жатқаны несі? Ол достарымен бірге сонда көңіл көтеріп жүрме? Менің сөзімді тыңдағысы да келмейді. Жауап ретінде сүт сататын әйел қолын былғады. Жоқ, Райса әже, оның қасында достары жоқ. Әлі ешкіммен достасып үлгермеген шығар. Ол ауылдан үй сатып алды. Көк түсті қоршауы бар. Хан сарайындай болмаса да, бірақ өмір сүруге болады. Бұл ақпарат әжені одан әрі таңғалдырды. Райса әже онсыз да бұл ісінің соңы құрдымға әкелетінін білген еді. Жарайды қызым, қаймағыңа рахмет. Бірақ немереме менімен сөйлескеніңді айтпа. Тамақ істеу жайына қалды. Райса әже Бекланға қалай баратыны туралы ойлады. Оған қоңырау шалудың қажеті жоқ еді. Ол бәрібір телефонға жауап бермейді. Егер менің баратынымды білсе, онда ол тағы бір жаққа қашып кетіп жүрер деп ойлады. Әже сүт сататын әйелмен сөйлескеннен кейін 3 күн өткен соң таңертең ерте ауылға барды. Сенбі күні болатын. Егер немересі жұмысқа орналасып, жұмыс істеп жүрсе де, онда оған бүгін демалыс болуы керек. Бірақ жағдай әлде қайда қиын болып шықты. Немересі кеше жақсы көңіл көтергенге ұқсайды. Үйде жатты. Райса әже аулаға кірді. Өйткені қақпа ашық болды. Сондай-ақ үйдің есігі де құлыпталмаған екен. Ақырын ғана үйге кірді. Беклан диванда ұйықтап жатты. Бәрі де қалалық пәтердегідей. Райса әже бір ғана нәрсені түсінбеді. Кенеттен немересі неге ауылға көшіп келуге шешім қабылдады. Беклан оянған соң бәрін айтып берді. Ол ата-анасының пәтерін сатып, ақшасын оңды-солды жұмсап, бұлай бола берсе, бір күні далада қалатынын ойлап, қалған ақшасына ауылдан ескі үй сатып алыпты. Онша жаман үй емес, бірақ қабырғалары мен төбесін жөндеп алса болғаны. Ал фундаменті жақсы құйылған. Ауласы да кең екен, 20 сотық. Бірақ Беклан қаланың баласы. Үйді жөндеу қолынан келер ме екен?
Енді бәрі осылай жалғаса берсе, онда ол көп ұзамай бұл үй қирап, ол үйіндінің астында қалатыны сөзсіз. Райса әже содан қорқып, Бекланға өз үйіне уақытша көшіп келуді ұсынды. Өзінің баспанасының сиқына бір қарап, Беклан келісті. Бірнеше сағаттан кейін олар Райса әженің пәтерінде болды. Беклан ескі, бірақ әлі де әдемі серванттың жанына барды. «Ой, сізде мұнда дәрі-дәрмектердің түр-түрі бар ғой? Таңғыш да, жақпа май да бар екен. Тіпті аурухана деуге болады». Әжесі ас үйден шығып, оны шай ішуге шақырды. «Менің ауруханада істегенімді ұмытпаған шығарсың. Ол жерден кеткеніме бірнеше жыл болса да, мен әлі сол мекеменің қабырғасында жүрген сияқтымын». Беклан әжесінің көптеген жылдар бойы травматологияда санитар болып жұмыс істегенін біледі. Сондықтан да шығар, әрқашан жанашырлық танытып, оған күтім жасауға тырысып жүретіні. Енді немересіне көмектесіп жүр. Өйткені одан басқа ешкім оған қарайласпайды деп санайды. Қайтыс болған күйеу баласының туыстары бар, бірақ олардың бәрі Бекланнан бас тартты. Өйткені олар ұлының өліміне Райса әженің қызын кінәлі деп санайды. Сондай жағдайға жеткізген сол деп ойлайды. Райса әженің қызы Бекланды өз ұлындай бағып-қағып тәрбиелеп өсірді. Райса әже енді Бекланды тәрбиелей бастады. Оған жұмысқа орналас деді. Беклан күн сайын дерлік әртүрлі жерге сұхбаттасуға барады. Бірақ шын мәнінде еш жерге орналасқан жоқ. Кейде қосымша жұмыстар істейді. Бірақ Райса әже немересінен бір тиын алып көрген жоқ. 2 аптаға жуық Беклан ішімдік ішпей сау жүрді. Соның өзі Райса әжені қуантты. Бірақ көп ұзамай ол қайта бастады. Бір күні оны бірінші қабаттағы көршісі далада жатқан жерінен үйіне әрең жетектеп алып келді. Ол көршісі оның туысы сияқты. Бекланды бір жерден көріп қалса болды, бірден үйіне әкеліп тастайды. Көршілері Райса әжені аяп, Бекланды ішімдікті қойдыратын маманға апаруды ұсынды. Бірақ әже бұған келіспеді. Немересіне ақыл кіріп, бір күні өзі-ақ қояды деп үміттенді. Біраз уақытқа Беклан да оны клиникаға апарғылары келетінін сезгендей ішпей жүрді. Алайда бір аптадан кейін ол қайта ақша тауып алып, бәрі қайталанды. Уақыт өте келе әжесі қойған жерінен ақшасының жоғалатынын байқай бастады. Ол дүкенге барып келгеннен кейін әрдайым ұсақ ақшаларын бір ыдыстың ішіне салып қоятын. Әрине, үйде екеуі ғана болғандықтан Бекланнан күдіктенді. Сондықтан онымен байыпты сөйлесуге шешім қабылдады. Бірақ немересі оған алмағанын айтып, азар да безер болды. «Мен жұмыс істеп жүрмін. Өз ақшам өзіме жетеді. Сіздің ақшаңызды қайтемін. Егер бұлай менен көретін болсаңыз, мен қайта ауылдағы үйіме кетіп қаламын» деді. Райса әже оның кетіп қалғанын қаламады. Сондықтан ақшасын басқа жерге жасыратын болды. Енді Райса әженің алтындары жоғала бастады. Алдымен Райса әженің әдемі алтын қол сағаты, содан кейін кеңестің кезінен келе жатқан әдемі тасы мен сақинасы жоғалды. Немересі өзінің сүйікті сусындарын сатып алу үшін оларды біреуге сатып жіберген шығар. Нәтижесінде Беклан күні бойы көңілді күйде болды. Алғашында Райса әже немересінің бұл қылықтарына төзіп жүрді, бірақ кейін шыдай алмады. «Беклан, сен бір дені дұрыс жұмысқа орналасып, ішуді тоқтатасың. Не болмаса ауылдағы үйіне кетесің. Мен енді саған бұдан былай көмектеспеймін» деді. Бір таңқаларлығы, Бекланға бұл айтқан сөздері әсер еткендей, біраз уақыт ол тыныш жүрді. Үйдің заттарын сатып жіберуді де тоқтатты. Сонымен қатар, керек жарағына әжеден ақша да сұрамады. Бір жұмысқа орналасқандай болды. Тек қандай ортаға түскені белгісіз. Немересі оның сұрақтарына жауап бермей, қашқақтап жүрді. Ол әжесіне, «Сізден ақша сұрап жүрген жоқпын ғой? Қайта қуанбайсыз ба?» деді. Ол не істеп жүр, қайда жұмыс істейді? Райса әже білмеді.
Беклан жаман бірдеңені жасырып, айтпай жүргендей көрінді. Бірақ қанша жасырсаң да, шындық бәрібір бір күні ашылады. Бір апта бойы немересі үйге келмеді. Ал бір күні Райса әжеге біртүрлі қонақтар келді. Таңғы сағат 11-де есік күтпеген жерден қағылды. «Қазір келе жатырмын, ашамын», деп Райса әже айғайлады. Әже немерем келді деп ойлап, есіктің көзіне де қарамай бірден ашты. Есікті ашқанда шошып кетті. Алдында бейтаныс ер адамдар түрлерін бұзып қарап тұрды. Олардың бірі есікті аяғымен тіреп, «Сәлем әжетай, біз ақша үшін келіп тұрмыз. Беклан бізге барлық қарызымызды сіз қайтарады деген. Сондықтан тездетіңіз. Біз сізге 10 минут қана береміз. Біздің уақытымызды алмаңыз. Әйтпесе, бұл іс жақсылықпен аяқталмайды». Райса әженің қорыққанынан аузына бірде-бір сөз түспей қойды. Бірақ өзін қолға алып, «Түсінбедім. Сендер өзі кімсіңдер? Қайдағы қарызды айтып тұрсыңдар?» деді. Бір бұзақы жігіт кенеттен алға ұмтылды. «Қазір бәрін түсінетін боласың». Көрші әйел, «Райса, бұлар кімдер? Әй, жастар, бұл не қылғандарың? Қарт әйелге шүйліккендерің не? Сендерге өзі одан не керек? Райса біздің құрметті адам. Бүкіл өмірін ауруханада өткізді. Сендер қалай ұялмайсыңдар?» Райса дегенді естіген бұзақы жігіттердің бірі, «Жігіттер, тұра тұрыңдар. Мен бұл әйелді танитын сияқтымын», деді. Ол Райса әженің түріне қарап, бірнеше секундтан кейін, «Иә, дәл өзі. Райса апай, ол мені келеңсіз жағдайдан кейін ауыр жарақат алып ауруханаға түскенде маған қараған адам». Райса әже не болып жатқанын түсінбеді. «Жігіттер, мұның бәрі нені білдіреді? Біресе ақша талап етесіңдер, біресе тағы бірдеңені айтып, сандырақтап тұрсыңдар. Сендерге өзі менен не керек?» Ер адам оған қолын созып, «Менің атым Ильяс. Ол оқиға бұдан 15 жыл бұрын болған шығар. Мен есіңіздемін бе білмеймін. Маған ауруханада түнде операция жасады. Сіз сол кезде кезекшілікте болып, маған туған балаңызға қарағандай жақсы күтім жасап қарадыңыз. Менің әйелім тіпті ауруханаға да келген жоқ. Ал ата-анам өте алыста болған соң келмеді. Сіз сонда үйден тамақ істеп әкеліп, қажетті дәрі-дәрмектерімді әкеліп беріп, маған жақсы күтім жасадыңыз. Кешіріңіз мені, Райса әже, мен сізді бірден танымадым». Ол көзіне жас алып, оның жақын туысы сияқты шын жүректен оны құшақтады. «Иә, мен де сені есіме түсірдім, Ильяс. Шынымен де есімдесің. Тек мен саған не үшін қарыз екенімді түсіне алмадым». Қасында тұрған жігіттер енді бірден, «Ой, Райса әже, бізге ештеңе берудің қажеті жоқ. Мәселемізді немереңізбен өзіміз-ақ шешеміз. Уайымдамаңыз, біз оған жаман ештеңе жасамаймыз. Бірақ үлкен кісілерді қалай құрметтеу керектігін міндетті түрде үйретеміз». Бекланның жоғалып кеткеніне 1 айдан асты. Одан ешқандай хабар болған жоқ. Содан кейін ол бір күні күтпеген жерден келіп, «Әже, мені бәрі үшін кешіріңіз. Мен сіздің басыңызға қаншама қиындық әкелдім. Сізге ауыр сөздер айттым. Тіпті маған жасаған барлық жақсылықтарыңыз үшін де бірде-бір рахмет айтқан емеспін. Мен енді түзелемін. Ертең ауылға барып, өмірімді жаңадан бастауға тырысамын», деді. Беклан өз үйіне оралып, өзгерісті жөндеу жұмыстарынан бастауды шешті. Ауыл әкімімен сөйлесіп, жұмысқа орналасты. Содан соң отбасын құрды. Тағдырын онымен байланыстырғысы келген қыздың аты Ажаргүл болды. Райса әже бұл туралы біліп, бірден қонаққа келді. «Беклан, мен сенің жаман әдеттеріңді қойып, өміріңді жаңадан бастап жатқаныңа өте қуаныштымын. Мен сенімен мақтанамын. Енді қайта жаман жолға түспей, әжеңе шөбере сыйлап қуантасың деп үміттенемін». Әжесінің айтқанындай-ақ, үйлену тойларынан кейін 1 жыл өткен соң, Ажаргүл әдемі қыз баланы дүниеге әкелді. Енді Райса әже оларға жиі бара бастады. Өйткені ол қайтадан өзіне ермек тапты. Шөбересіне қарап, онымен уақыт өткізу көңілін көтерді. Әже қыздың көзіне қарап,
Сенің көздерің менің қызымның көзіне ұқсайтын сияқты. Өте әдемі. Сені қолыма алған сайын, ол әлі менің алдымда жатқандай сезінемін. Бір күні Райса әже жас жұбайларды қонаққа шақырды. Бекланның ата-анасының қайтыс болғанына 5 жыл болды. Ол мұны ұмытпады. Сондықтан ол алдымен зират басына барып Құран бағыштап қайтты. Үйде тағы да Құран оқытып ас берді. Содан кейін әже шкафтан ескі альбомды шығарды. Міне, бұл менің қызым. Мұнда ол кішкентай, менің шөбереммен жасты. Бұл күні бізді күйеуім, туыстарымен перзентханадан шығарып алғандары әлі есімде. Олардың көздері бір-біріне қатты ұқсайды. Олар бақыт пен мейірімділікке толы. Альбомды бір жаққа қойып, Райса әже Бекланға қарап сөзін жалғастырды. Беклан, үйдің жөндеу жұмыстары бітіп қалды ма? Үйдің төбесін жауып біттің бе? Қол-аяғың сау, бәрін өзің-ақ қатырып жасап аласың. Әйелің саған көмектеседі, сені қолдайды. Дұрыс айтамын ба, Ажаргүл? Ол жауап ретінде басын изеді. Енді сендер үшін ең маңызды жаңалықты айтайын. Менің жасым болса біразға келіп қалды. Енді төрімнен көрім жақын. Сондықтан мен өз пәтерімді және аздап жиған ақшамды шөберемнің атына қалдырамын. Мұнымен ешкім дауласпайды деп ойлаймын. Ажаргүл мен Беклан, рахмет әже. Сіз ылғи біздің отбасымыздың жағдайын ойлап жүресіз. Содан бері екеуінің араларында келіспеушіліктер болмады. Немересі жоспарлағанындай үйінің жөндеу жұмыстарын аяқтап, өздеріне бұрынғыдан да қолайлы үй салып алды. Райса әже шөбересіне арнап өсиет хат жазды. Ол тіпті оларға оны ашып көрсетті. Соңы. Құрметті тыңдарман, егер әңгіме ұнаған болса, лайк басып, каналға тіркелмеген болсаңыз, тіркелуіңізді сұраймын. Және де әңгіме тыңдағанды жақсы көретін таныстарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Мені қолдайтын әр оқырманыма мың алғыс.